Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Балалар, көңіл-күйлерің қалай? Тамаша! Менің де көңіл-күйлерім тамаша. Балалар, біз бір-бірімізді жақсы көреміз, е? Иә! Ендеше бір-бірімізге жақсы лебізімізді білдірейікші. Армысың алтын күн, армысың асыл жер, армысың көк аспан, армысың жаны болсын, жылуы жылуы, міне менің жүрегімнің жылуы. Жарайсыздар. Балалар, біз бүгін сендермен ұлттық құндылықтарды білеміз. Әр ұлттың өзінің ұлттық құндылықтары бар. Яғни ұлттық құндылық дегеніміз әр ұлттың өзінің салт дәстүрі, ұлттық ойындары, ұлттық бұйымдары, мәдениеті және ұлттық ойындарының ерекшелігі. Әр ұлттың ата-бабалары өзінің салт дәстүрлерін кейінгі ұрпаққа дамытып мұра етіп қалдырған. Сол сияқты қазақтың да ұлттық ойындарының бірі асық ойыны. Асық ойыны баланың денсаулығына ешқандай зияны жоқ. Табиғи зат болып табылады. Ал балалар, ендеше алдымызда асығымызды алайық. Бір серуен алайық бәріміз. Қолға алған асықтың, он саусағым асықтың, алшық, тәйгі, шүрбір. Кел ойнайық досым, қызық ойын болсын. Тамаша, асығымызды орға қоямыз. Балалар, үстел үстінде әртүрлі түсті асықтың суреттері тұр. Ендеше балалар, өзіміз қалаған асықтың суреттерін алып, қалаған ойын орталықтарымызға бөлінеміз. Бесемше ойыны ұлттық ойын әрі логикалық ойын. Ойынның басты қасиеті баланың санасын, ойлау қабілетін жетілдіру. Бесемше ойынына 4-5 жастан бастап балалар қатыса алады. Бесемше ойыны балаларға математикалық ойлау, яғни ойлау қабілеттерін арттырады. Балалар қосып алу амалдарын үйренеді. Ойынға барлық балалар қатыса алады. Нәтижесінде бала тез санап үйренеді. Мынау алдарыңыздағы асықты бесемше. Яғни арнайы тақтада ойнатылады. 2 қазаны, 10 отауы және 7 асықтан тұрады. Әр ойыншыға 1 қазан, 5 отау, 25 асықтан тиесілі. Балалар, өздерің қалаған асықты бөліп алыңдар. Әр қазандыққа 5 асықтан санап бөліп қойып шығыңыздар. Ойында, балалар, алғашқы жүріс жасаған ойыншы бастаушы, қарымта жүріс жасаған ойыншы қостаушы деп аталады. Ойында бірінші кім бастайтын анықтау үшін жеребе тастау арқылы 2 ойыншы арасында келісім жүргізіледі. Мысалы, Рәбия ойынды бастаған жағдайда өзінің қалаған отауынан асықтардың, мысалға 2-ші отаудан 5 асықтың 4-еуін алады дағыны өзінің қарсыласындағы отауға салады. Яғни соңғы асық отауға түссе, жұп болды ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни жұп болса, ол асықтарды алып өзінің қазанына жинайды. Бірінші сағдау жүреді. Altı, 27, 28, 29, 30, 31. Tamam. Бұл ойында Дидар 31 асық жинады, яғни
жеңіс береді. Балалар, біз қазір сендермен шаңырақ ойнаймыз. Шаңырақ ойыны ұлттық ойын. Бұл ойынның басты мақсаты балалардың ұлттық рухын және патриоттық сезімдерін ояту, өз еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру, мемлекеттік тілін құрметтеу, мемлекеттік рәміздерін дәріптеу, қастерлеу, яғни бала өз еліне деген шын жаны ашитын патриот, білімді, тәрбиелі ұрпақты қалыптастыруда киіз үйдің суретін көреді. Осы киіз үйдің суреттің астында ұлттық құндылыққа байланысты суреттер жасалған. Тұсаукесер бала 1 жасқа толғанда тай басып қадам ата-әжелер ала жіппен шөппен кеседі. Ірімшік ұлттық тағам, ірімшік сүттен қайнатылады, ішіне қант қосады. Бұл 5 бармақ ұлттық тағам, 5 бармақты жылқы етінен түсіріледі. Бұл арқан тартыс ойын. Балалар екі топқа бөлініп, сіз арқылы арқан тартып ойнайды. Сізден шыққан топ атылады. Бұл құрт ұлттық тағам, оны сүзбеден жасайды. Түсі ақ, дәмі тұзды. Айран ұлттық сусын. Оқып бейнемен құтып қазындай. Балалар, біз қандай ойын ойнадық? Асықты бесінші. Шаңырақ. Бала, сендерге ойын ұнады ма? Иә!